ата-аналар, бұл жерде айтарым, балдарыңызға жүргеннен бастап дұрыс аяқ киім таңдаңыздар. Дұрыс аяқ киім баланың бұлшық еті 7 жастан кейін қатаяды. Сондықтан бала жүргеннен бастап балаға қатты аяқ киім кию керек. Қатты аяқ киім болғанда ортопедический обувь дейді ғой. Ортопедический обувь бізде екі түрге бөлінеді. Біреу профилактикалық, біреу лечебный. Лечебный аяқ киім ол енді ДЦП, спастикасы бар, ерекше диагнозы бар балдарға ұсынылады. Бізге мынау кәдімгі балдардың күнделікті аяқ киімі ортопедический профилактикалық. Мынандай аяқ киім болмайды. Естеріңізде болсын. Балдарыңызға аяғы дені сау болсын десеңіздер, жылтыраққа, әдемілікке ондайға қызықпаңыздар. Сондықтан аяқ киімді дұрыс таңдаңыздар. Мына аяқ киім мысалы дұрыс емес. Қараңыздар, жұмсақ. Бірінші, екінші рет мынау бұл жерде теп-тегіс, кішкене сәл балада мынау жерде каблук сияқты болып тұру керек, кішкене қана өкшесі жоғары болу керек, және де мынау да тоже кішкентай. Мынау кішкене сәл мына биіктігі мынау болу керек. Тобыққа дейін да, иә. Мына жер қатты болу керек. Және де ішкі көрінісі супинатор дейді да, мына қараңызшы, теп-тегіс, еш нәрсе жоқ, қараңызшы, теп-тегіс. Мына жерде бүйтіп, мына осындай супинатор болу керек. Вот. Бұл супинатор не істейді? Баланың несі ішке қарай баспау үшін. Және де, мына қараңыз, мына майыстыр емес, кішкене қана. Түсінікті ғой, бізде мына жағымыз қатты болу керек, аяқ киім мына артқы біздің мына ұстап тұратын өшер қатты болу керек. Сондықтан дұрыс аяқ киім таңдаңыздар. Баланы 7 жасқа шейін ортопедический профилактикалық аяқ киім кисеңіздер, вот балдарыңыздың омыртқасы да, белі де, барлығы аяғы да қисаймайды. Және де аяқ киімдер жұмсақ аяқ киім киюге болмайды, тряпочный аяқ киім, болмаса сланцы, резиновый деген кимейміз 7 жасқа шейін. 7 жасқа шейін дұрыс аяқ киім таңдасаңыздар, балдарыңыз омыртқасы дұрыс болады. Ай, мына қызда,